Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен ең дәмді әрі ең оңай жасалатын шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Миксерсіз дайындалады. Ортасы осындай нәп-нәзік, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Үстіне қантты және де какаоны өлшеп саламыз. Жарты шай қасық қатты толтырмай тұз қосамыз. Енді барлық құрғақ ингредиенттерді жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Толықтай араласқаннан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. 3 жұмыртқамызды жарамыз. Жұмыртқа бізде S1 немесе S0 категориялы болғаны дұрыс. Сүтімізді құямыз. Сүтіміздің температурасы бізде маңызды емес. Сіздер салқын сүтті қолданғанның өзінде пирогтарыңыз жақсы болып шығады. 2 шай қасық қопсытқыш салып, 1 шай қасық 6% уксус құямыз. Уксусты дәл осы 6 немесе 9% қолданғандарыңыз дұрыс. Барлығын іртік қалдырмай, осылай массаңыз бір тегіс болғанша араластырамыз. Осындай бір тегіс масса шығуы тиіс. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Мен табаны майладым. Сіздер пергамент қолдана аласыздар. Барлығын табамызға орналастырып, астыңғы бөлігіндегі ауасы шығу үшін кішкене сілкілеп жібереміз. 180 градуста 35 минутта пісіп шығады. Бетіне құю үшін ганаш дайындаймыз. 80 грамм шоколадымызға 60 грамм сливка немесе болмаған жағдайда сүт құйсаңыздар болады. Су моншасында немесе микроволновкада біз ертіп аламыз. Пирогымыздың піскенін білу үшін осындай таяқшаны кіргіземіз. Егерде құрғақ шыққан болса, пирогыңыз піскен деген сөз. Сәл суығаннан кейін бетіне ганашын қойып, осылай пирогты кеспедім, бетінен із қалдыра отырып, бөліктерге бөліп шықтым. Қалауыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Мен ақ шоколадтың осындай тамшыларымен әсемдедім. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.